босатып түсірді де маған жасқана қарады. Өңіне көз қиығымның түсуі сол-ақ екен. Бүлк кете түскен жүрегімнің сабырға бой берместен аттай тулап әлде қайда ала жөнелгені. Мынау болымыз, мына бітім мені іштен кеміріп келе жатқан шүбәлі ойларымды бір демде-ақ дүр сілкіндіріп ұшырып жібергендей болды. Бір сәт көз алдымды қарауытып кеткен сияқтанды. Ауа жетпей қалғандай, екі қолымды ебдейсіз ербең еткіздім-ау деймін. Басым айланып, құлап қалмағаныма шүкір. Сонымен не болды дейсіз ғой? Менің алдымда сопақшалау ақ құбалы жүзді, қарақаттай үлкен отты көздері, қыр мұрынды сәл кішірек біткен, қып-қызыл қалыңдау ерінді, сүйкімді бойжеткен тұр. Мен ойлағаннан да арман мөлдіреген жас сұлу. Мынандай қызды жар еткен жігітке сірә арман бар ма екен? Әдетте сұлу қыздар кердең, паң пышақтың жүзіндей өткір болып келеді ғой. Ал менің